Сәлем YouTube оқырмандарым, бүгін біз лаваш пісіретін боламыз. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мені қуантқан боласыздар. Ал енді лаваштың қамырына 200 мл жылы сүт алып, оған бір ас қасығында тұз және де бір ас қасығында шекер қосамыз. Енді осы қоспамызға бір пиалай сұйық май қосамыз. Сөйтіп оны жақсылап араластырамыз. Енді осы жақсылап араластырып болғаннан соң, осы қоспаға мен қамыр тұрыштан қостым. Тұрыштың орнына. Одан кейін оған ұн салып, жақсылап араластырамыз. Қамыр дайындаймыз. Ал қамыр тым қатты да емес, тым жұмсақ та болмау керек. Орташа қаттылықта болу керек. Илеген қамырды бетін жауып, шетке қойып қоямыз. Енді кезек лаваштың ішіне салатын фри картошканы дайындау. Ол үшін картопты жуып тазалап алған соң, палаудың сәбізіндей етіп, ұзыншақ етіп, кесіп тураймыз. Кесіп турап алған картоптың үстіне аздап тұз қосамыз да, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Лаваштың ішіне салатын картоп фриді дайындап алдық. Енді қамырымызды кішкентай домалақшалап аламыз да, оларды өте жұқа етіп жаямыз. Жұқа етіп жаймасақ, лаваштың қамыры қалыңдау болып кетеді. Қызып тұрған табаға салып, екі шетін аздап қызарта отырып, пісіріп аламыз. Лаваштың ішіне салатын піскен етті ұзыншақ етіп тураймыз. Енді қамырымызға кетчуп пен майонезді жағып, оның үстіне туралған етті саламыз. Ал еттің үстіне тұздалған қиярдан ұсақтап туралғанын және де картошка фриден қосып, конверт етіп ораймыз. Енді бұл лаваштарды ыстық шаймен ішу керек. Ас болсын. Видеоны көргендерге рахмет. Менің видеом ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар да болады. Сау болыңыздар.